Ресейдің Украинадағы басқыншылық соғысының 906 күні Лукашенко мәлімдеме жасады. Беларусь басшысының айтуынша, дәл қазір келіссөз жүргізбесе, Украина мемлекет ретінде жойылып кетуі мүмкін. Еуропалық диктатор Украинада денацификация жүргізіліп бітті дейді. Енді ол Стамбул келісіміне оралу керегін айтып отыр. Ал бұл Стамбул келісімі не туралы еді? Тараптар нені талап еткен еді? Еске түсірейік. Ресей 2022 жылдың ақпанында Украинаға басып кірген соң, наурызда осы Стамбул келісімі басталған. Ресей талабы бойынша Украина Қырымды Ресейдікі деп тануы керек еді. Украин тарабы бұл талапты мүлдем орынсыз деп атады. Ресей тағы Донецк және Луганск халық республикаларын Украина мойындауы керек деді. Ал Украин билігі дәл қазір әскери іс-қимылды тоқтатып, Қырым мен Донбасс мәселесін алдағы 15 жылда келіссөз арқылы шешейік деген ұсыныс айтты. Ресейдің тағы бір талабы Украинада демилитаризация және денацификация жүргізілуі турасында болды. Алайда бұл талап нақты мәнінде не білдіретіні түсініксіз және екішті болған еді. Украин тарабының айтуынша, бұндай әрекеттерді Ресей өз алдына тәуелсіз елде жүргізуге қақы жоқ. Украина бейтарап статусты талап етті. Бұл талап бойынша ел НАТОға кіруден бас тартуға дайын. Алайда ол үшін нақты қауіпсіздік кепілдігі болуы керек. Алайда идеология, сыртқы факторлар және өзара сенімсіздіктің ықпалынан келіссөз жүргізілмеген. Маңызды саяси оқиғалар туралы біле жүргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.